Қайырлы күн достар, назарларыңызға 6 күннің ПП ас мәзірін ұсынамын. Таңғы асты сұлы ботқасынан бастайық. Сұлы ботқасын дайындауды барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, өз әдістеріңізбен дайындай берсеңіздер болады. Дайын ботқадан 300 грамм өлшеп салып аласыздар. Ботқамыз дәмді, нәрлі, құнарлы болу үшін мейіз, жаңғақ және әртүрлі дәндер, дәміне қарай бал қосуға болады. Түскі асқа тауық етімен бұқтырылған көкөністер дайындаймыз. Оның дайындалу жолы өте оңай. Барлығын 4-1-леп турап, алдымен тауықты майсыз қуырып аласыз. Содан соң табайға 1 ас қасық сары май қосып, пиязбен бірге қуырасыздар. Содан соң сәбіз, қалған көкөністерді қосып, бұқтырып пісіріп аласыздар. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосуды және аскөк себуді ұмытпаңыздар. Кешкі асқа өте дәмді ПП пицца дайындаймыз. Ол үшін 300 грамм тартылған тауық етіне 1 немесе 2 кішкентай пияз, 2 дана сарымсақ, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық күріш ұнын, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, барлығын араластырамыз. Бұл бізде пиццаның қамыры. Барлығын араластырып, дайын болғаннан кейін пергамент жайылған табаңызға салып, табаның бетімен орналастырып шығасыз. Содан соң үстіне 2 ас қасық қаймақ жағып, туралған қызанақтарды орналастырып, тәтті бұрыш салып, қызып тұрған пешке 20 минутқа 180-200 градуста пісіріп аласыз. Дәміне қарай базилик себуге болады. Осы аралықта ірімшікті үккіштен өткізіп дайындап қоясыздар. Пиццамызды пештен шығарып, үстіне ірімшігімізді сеуіп, қайтадан пешке ірімшігіміз ерігенге дейін пісіріп аламыз. Дайын пиццамызды табадан түсіріп, қалауыңыз бойынша әсемдейсіз.
Пиццамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді және бұл ПП пицца. Ешқандай фигураға зияны жоқ. Сіздерге бүгінгі видеом ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Алдағы уақытта менің видеоларымды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр.